Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен мен Жансұлу. Бүгін сіздермен осындай қыстың күнінде желінетін, өте дәмді, балаларды үлкендерде сүйіп, нанға батырып жейтін осындай икраның рецептімен бөлісемін. Бізде осындай табақта ең алдымен тазалап жуып алған болгар бұрышымыз және де қызанағымызды тазалап жуып, осылай бөліктерге бөліп дайындап қойдық. Мына жақта міне пиязымызды да ашып жуып дайындап қойдық. Ол үшін бізге пиязымыз, сәбізіміз, осындай чесноктарымыз керек болады. Барлығын алдын ала жуып тазалап қойдым. Осы икраға тек қана осы қызанақты ғана осылай өткізіп аламыз. Осындай ет тартқыштың көмегімен әдемілеп өткізіп аламыз. Барлық қалған көкөністерді, укроп, барлығын осылай қолмен турап аламыз. Пиязымызды да қолмен турап аламыз. Өйткені қолмен туралғанда әдемі болып шығады. Қызанағымызды міндетті түрде осындай ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Өйткені қыстың күні желінген кезде қызанағымыздың осындай сыртқы қабықтары білінбес үшін осылай өткізіп алдық. Міне барлығын осындай пышақпен турап аламыз. Ең соңында осы сәбізімізді міндетті түрде осындай теркамен жақсылап майдалап турап аламыз. Осыған біз баклажанымызды қосамыз. Баклажанымызды міндетті түрде сыртын қабығын ашып тастаймыз. Өйткені икраға қара түс бермеу үшін. Осындай 40 қабатымызды да турап аламыз. 40 қабатпен өте дәмді болып шығады әрі. Міне осындай ошаққа қазанымызды майға қыздырып қойдық. Майымыз қатты көп емес, дәл осындай мөлшерде видеотағындай. Енді оның үстінен капустамызды саламыз. Капустамыз бен пиязымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Өйткені осы екеуі жақсылап қуырылғанда дәм беру үшін осылай алдын ала қуырып аламыз. Менің осы анамның рецебі, анамның банкілері өте дәмді әрі әдем болып шығады. Мына жерде болгарскийді салдық, оны да болгарский пен баклажанды бірге салдық, оны да жақсылап қуырып алдық майға. Сонымен осындай теркадан өткізілген сәбізімізді де салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Қуырылғанда өте дәмді болып шығады. Осылай қуырып аламыз. Осындай неге үстінен бағана өткізілген қызанақтарымызды қосып аламыз. Осыған керекті жарақтардың бәрін қанша кетті, қандай банкіге қанша кетті, мен барлығын описание бөліміне жазып кетемін, қалдырып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Мысалы, мен өзім жапқан қанша банкі шықты, сонша банкіге рецепті қалдырып кетемін. Сіздер одан больше жапқыларыңыз келсе, осы рецептке үстіне қосып жазсаңыздар болады. Міне енді осының үстіне біз лавровый салдық және де тұзды салдық. Ештеңе салған жоқпыз артықша, тек тұз, лавровый ғана салдық. Енді осылай әдемі болып қайнады. Отты қатты лаулатпаймыз, өйткені қуырған кезде лаулатамыз, одан кейін осындай отты бәсеңдетеміз. Өйткені әдемі асықпай қайнап, таза пісу үшін. Банкілерімізді алдын ала осылай стерилизовать етіп, крышкалардың бәрін ыстық суға салып, алдын ала дайындап қойдым. Енді осы икраларымызды дәл осылай етіп құйып аламыз. Мынандай құйғыш өте ыңғайлы екен. Мына жерде осы крышкамызды ыстық суға салғаннан кейін қайнатпадық, тек банкымызды стерилизовать етіп, крышкаларымызды тек қайнаған суға қойып алдық. Енді осыны жақсылап бұрап жауып алдық. Міне біздің икрамыз дайын болды. Қыстық салатымыз өте дәмді әрі керемет болып шығады. Осы рецептпен жылдар бойы жасап келе жатырмыз. Өте дәмді болып шығады, әрі ерекше болып шығады. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Әлі көптеген рецептермен бөлісетін боламын, сондықтан да менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен мен Жансұлу.